Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Және қазақ елінің бүгінгі таңдағы басшысы президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Мен Светқали Нұржан деген қазақтың қаламгерімін. Осы қасиетті топыраққа казино саламыз деген бір ылаң туды, келді. Ол жынқана, шайтанқана деген сөз. Біз әулиелердің қонысымыз, әулиелердің, ерендердің есігі, әулиелердің бесігі болған ата қонысты, әр пұшпағы қазақтың қасиетті қанымен боялған топырағымызды мұндай жынқана салуға келісе алмаймыз. Түбегейлі қарсымыз. Азаматтық парызымыздың алдында адал болуымыз керек. Топырағымыздың, біздің кешегі ата бабаларымыз қанмен суарған топырақ, асыл сүйегі жатқан топырақты ертең біз де жатамыз, біздің ұрпағымыз да жатады мәңгілік. Сол қонысымызды таза ұстау, қазанымызға адал ас салу, ол біздің ата бабадан қалған мойнымыздағы аманат. Қылша мойнымыз қиылып түскенше сол аманатты біз арқалап өтеміз. Мұндай ылас әңгіменің, ылас істің болмауын қалаймыз. Соған сіз Қазақстан елінің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы кепіл болыңыз.